Баршаңызға қайырлы күн. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бүгін макаронның жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл макаронның жасалу жолын білмейтін адам жоқ шығар. Мен макарондарды негізінен осылай қыздырып аламын пеште. Өзімізге қажетті ет, картоп, сәбіз, пияздарды турап аламыз қалауымызша. Және басқа да көкөністерді қоссаңыздар болады. Қызып тұрған майда етті, оның артынан пияз, картоп және сәбіздерді қуырып аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша ішіне неше түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде приправа салдым және тұз, жарты шай қасық томат қосып жібердім. Барлығын жақсылап қуырып алған соң бетінен асырып су құямыз. Суы қайнап, еті піскен кезде жаңа қыздырып алған макаронды салып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Суы бетінен асып тұру керек макаронның. Бетін жауып бұқтырып қоясыздар. Енді піскенін көреміз. Біздің макарон дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.